Құрметті көрермендер, бүгін біздің тақырыбымыз жаңа конституция журналист көзімен деп аталады. Бүгін біз жаңа конституциялық реформалардың адам құқықтары мен бостандықтарына әсері туралы әңгімелесетін боламыз. Бүгін бізде осы әлеуметтік құқықтар, құқық қорғау тетіктері және журналистиканың рөлі деген тақырыптарда студиямызға өз пікірін білдіру үшін Қазақстан Республикасындағы адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Атырау облысы бойынша уәкілі Абдолов Амангелді Аманиязұлы келіп отыр. Амангелді Аманиязұлы, қош келдіңіз. Рахмет. Бүгінгі тақырыбымыз бәрімізге қатысты, әсіресе мынау күні кешегі болған референдумнан кейінгі жаңа конституциялық жобалардың қабылдануы, әсіресе бұл конституциялық жобалар қабылданғаннан кейін халыққа берер пайдасы қандай, өзгешеліктері қандай да бір өзгерістер болады деген сияқты сұрақтар бізді мазалайды. Әңгімемізді осыдан бастасақ. Рахмет. Енді 15 наурыз 2026 жылы ел тарихына енген күн болды. Яғни осы күні республикалық референдумда қазақстандар таңдауын жасап, жаңа ата заңымыз конституция қабылданды. Осы күні. Енді жаңамыздың бұл еліміздің басты құжаты, құжаттың енді кезекті бұл құру мақсаты әділетті қоғам құру және саяси жүйені жаңғыртуға бағытталған болды. Негізгі мақсат мемлекеттің басқа тетіктерін жетілдіру, демократиялық институттарды нығайту, адам мен адамның құқықтары мен бостандықтарын, кепілдіктерін кеңейту. Сондай-ақ, мысалы, конституциялық модельді қазіргі замандағы болып жатқан өзгеріске сай жасақтау болды. Енді бұл конституция сол күні жаңа тарихи күн болды деп отқан бүкіл қазақстандықтардың барша елімізде қандай көпшілік дауыспен қатысқаны, барлық жерде бірдей үлкен дауысқа ие болғанның өзі үлкен ел алдында жаңа конституцияның үлкен қолдауға ие болғанын көрсетеді. Оған дейін жаңа конституция жобасы барлық деңгейде де, ауылда болсын, қалада болсын, барлық жерде талқыланып, үлкен көптеген өзгеріс енгізгені бәрімізге белгілі. Енді жаңа бұл бәрі ата заңымыз бұл тек қана мемлекетке де, әрбір қазақстан азаматына да маңызды құжат. Сондықтан да ол үлкен көп талқылау. Бұл оған дейін мұндай талқылауда өткен біз қандай да бұл заң ондай бізде болған жоқ. Содан болар бұл жақсы сондай көптік көңілмен қабылданған ең қажетті құжаттардың бірі ата заңымыз деп есептейміз. Тең жартысынан астам өзгеріске ұшырады деген ақпараттар тарады. Енді бұл жерде жаңа қай уақытта да заңның ретіне байланысты, енді 80 көптеген өзгерістер енгізуіне байланысты бұл өзгерістер толықтыру болған жоқ та жаңа конституция деп аталды. Көп өзгерістер енгізуіне байланысты. Енді содан кейін бұл жаңа өзгерістер енгізуіміз тек жаңа конституция болып қабылданды. Жаңа конституция енді бұл негізі болғаннан кейін жаңағыда айтамын, бұл ең басты құжатымыз ғой. Бұның басты ең бір жаңа конституцияны бізге айтқанда конституция не береді дейтін болса, конституция біздің өз әр азаматтың құқығын, оның елдің егемендігін белгілейтін құжат болып есептеледі. Осы жерде айта кетейік, жаңа конституция жобасында адам құқықтары мен бостандықтарының қорғалуы қалай күшейтілген деген сұрақ бар бізде. Енді басты заң конституцияның өзінің басты бірінші бабына келетін болсақ, адам және адам құқықтары мен бостандықтарына қатысты, және өміріне қатысты ең басты құндылық адам және адам өмірі мен оның құқықтары мен бостандықтары деп басты. Ол бекерден бекер айтылмаған. Ол әрбір бұл жердегі жаңа конституцияның басты бір ерекшеліктерге конституциялық жаңа мәтін адамға бағытталған, онда адамның қадір қасиетін қорғауы біріншіден мысалы. Әлеуметтік құқықтары, заң алдында теңдігі, сот арқылы қорғалу мүмкіндігі және жеке басындағы қол сұғушылықтың туралы ережелері осы конституция күшейтілген. Бұл әлеуметтік және құқықтық мемлекет құрудың заманауи тәсілін көрсетеді. Яғни бұл өзгерістер көбі адамның өміріне қатысты болды. Бұның басқа өзгерістерге қалғанда ерекшелігінің бірі осы деп айтуға болады. Осы жерде айта кетіңізші, жалпы адам сауатты болу үшін, құқықтық сауатты болу үшін қандай кеңес бересіз? Енді қазір жаңа конституция деп айтып жатырмыз, бірақ осыны түгелдей халық қалай түсініп жатыр деп ойлайсыз? Енді жаңа бұл конституция жоба конституция референдумға шыққанша дейін, жаңа жоғарыда әңгімелескеніміздей, бұл жалпы
халықты талдаудан өткізілді. Енді кеше сол сол халықты талдау өткенге көп өзгерістер енгізу арқылы жаңа айтқан халықтық референдум қабылданды. Одан кейін қандай да болмасын, енді жаңа конституция бүгінгі күні күшіне ене қойған жоқ, ол 1 шілдеде күшіне енетіні бәрімізге белгілі. Бірақ соған қатысты қазіргі кезде тиісті шаралар, бүгінгі болатын қандай бір айта кететін зат мемлекеттік орган болсын, оның ішінде құқық қорғау органдары болсын, ең басты мемлекеттік органдардың халық алдындағы міндеті осындай құқықтық сауаттылықты ашу. Сол мысалы келген өзгеріс, заңға қабылданған заңдарға келтірілген өзгерістерді сол уақытында өз әртүрлі құралдарға, бұқаралық ақпараттар қандай да бір жеткізу, халықтың сауаттандыру ашу, қандай да бар заң қабылданғаннан кейін біздің бұқаралық ақпарат құралдарының бетінде жарияланатында, сол кезде ол бәрімізге де факт. Және қай уақытта жарияланып, толық текст мәтіні орысша, қазақ тілінде жарияланып, және қай уақытта күшіне енетінде көрсетіледі. Бұның өзі қабылданған заңның барлық деңгейдегі ортаға жетілуіне мүмкіндік беретін бір тәсілдің бірі. Сол сияқты әрбір тек қана заңгерлер емес, барлық ортада, бұл әлеуметтік желі болсын, бұл сіздердің салаларыңыз, бұқаралық ақпарат құралдары болсын, барлық адам жаңағы мемлекеттік органда болсын, осы қабылданған заңның бүкіл дер кезінде таралуына, қолданысына қандай жағдайда қолданылатынын жеткізу барлық бірден бір міндеті деп есептеймін мен. Ал жаңа конституцияға өзгерістер әлеуметтік құқықтарды қамтамасыз етуге қалай әсер етеді деп ойлайсыз? Енді қазір жаңа конституцияның әлеуметтік құқықтарды деп айтатын болсақ, мысалы қазір бірден бір мысал айтайық. Еңбек қатынастарына қатысты мысалы, жаңа конституцияда еңбек құқықтары әлеуметтік құқық ретінде нақты бекітілді. Мысалы, мемлекет тарапынан кепілдік берілді. Демалыс құқығының сақталуы осының мысалы айқын дәлелі. Мысалы, жыл сайынғы еңбек демалысының мысалы бұрынғы күшінде қалуы және кейбір еңбек шығу міндеттері еңбек кодексімен реттелетін болды. Сосын қазіргі кезде айтайық, қанша мысалы бұрынғы кезде жаңа конституцияның өзгеруіне байланысты бұрын біздің қоғамда ол терминге болмаған, мысалы қашықтан жұмыс жасау, қазір аралас жұмыс жасаймын, гибридный дейді. Сол сияқты, мысалы офлайн, онлайн деген сияқты жұмысқа араласуда осы тетіктер белгіленіп берді. Ол өзгерістердің бәрі мысалы еңбек адаммен еңбек беруші арасында қатынастарды реттеуге мүмкіндік беретін құралдардың бірі. Тағы бір қосым мысалы әлеуметтік желі, адами білімге қатысты адами капитал басымдық болып та конституция бойынша айқындалды. Жаңа конституцияда мысалы білім, ғылым және инновация мәселелері ел дамуының өзегіне айналып отыр. Бұл Қазақстанның даму моделінің өзгергендігін көрсетеді. Сонымен қатар мысалы медицинаға қолжетімділік, денсаулық сақтау саласында да маңызы өте үлкен өзгерістерге қарастырылды. Сонымен қатар міндетті түрде мысалы қазіргі медициналық сақтандыру жүйесі негізгі құралға айналды. Бұның өзі сақтандыру пакетінің жоспарлы және жоғары технологиялық медициналық қызметтерге алуға жол ашатынын көрсетеді. Сонымен бірге мемлекеттік тегін медициналық көмек сақтала отырып, бұл өзі адамдарға қосымша қолжетімді қаржыландыру көздерінің ашылғандығын білдіреді. Осындай үлкен өзгерістерде әлеуметтік салаға да қатысты көптеген біздің жаңа конституциямызда қарастырылған. Сөзіңізді бөлем, жаңа айтып кеттіңіз ғой, медицинаға қатысты деп. Қазір сұрақ өте көп қой медицинаға қатысты. Бірі білсе, бірі білмейді, қандай өзгерістер болып жатырғанын, халық негізінен нақты қай жерден алғаны дұрыс осындай құқық? Негізі біздің Қазақстан Республикасында заң шығарғаннан кейін, сол заңды мысалы қабылданғаннан кейін әділет министрлігінің тіркеуден өткеннен кейін ол заң белгілі бір бұқаралық ақпараттар анықталған бұқаралық құралдарында жарияланады. Жаңа айтқандай мәтіні орыс тілінде, қазақ тілінде сол бұқаралық ақпарат құралдары арқылы танысуға болады. Сосын қазір әрбір жерде де көп жағдайда қазір біздің байқалады, мысалы күндегі өмірде көп әлеуметтік желіге сүйенетін байқалады соңғы кезде. Бірақ енді қайында да болмасын нақты болған оқиғаға қатысты, нақты заңға қатысты тиісті органдардан алғанымыз, ол мемлекеттік органдар. Қазіргі кезде бұрынғыдай
барып немесе жазбаша жазып или кезекке тұрып тапсыратын уақыт емес. Мына қолымызда ұстаған әрбір телефон арқылы, үйде тұрған компьютерлер арқылы әр жерде отырып, мына е-өтініш деген мемлекеттік бағдарлама бар. Сол арқылы тиісті мемлекеттік органдарға өздерінің электронды цифрлы қол қою арқылы өтініш беру арқылы да білуге болады. Жаңағыдай басылымдардан да білуге болады. Или болмаса қазір мына әділет департаменттерінде де, мысалы, құрылымдарында да халыққа тегін қызмет көрсету бағытында әртүрлі нелері бар. Ашық есік күндері барлық мемлекет сол арқылы да білуге болады. Сонда көмек жүгіну арқылы. Бұл енді әртүрлі жағдайға байланысты білуге болады. Бірақ сонда да мен тағы да қайталап айтатыным, тиісті мемлекеттік органдардың несінен, сайттарынан или жаңағыдай сол арқылы мамандарынан тиісті ақпаратты алған тиімді болады. Ресми жаңалықтар. Ресми жаңалықтар андай. Осы жерде айта кетейік, ресми жаңалықтарды таратушы бұқаралық ақпарат құралдары және нақты жаңағы мамандар, осы сарапшылар, солар қаншалықты деңгейде осы конституциямыз жайлы ақпарат таратып отыр деп ойлайсыз? Енді қазір кезде конституция болғанша енді көптеген осы қабылданған шейін жаңа айтқандай барлық жерде талқылауда болғанда үлкен халықтың көп қызығушылық танытқанын, барлық жерлерде де адамдар қатысуына, әлеуметтік желілерде де үлкен талқыға ұсынғаны, осы жаңа айтып отқан осы жаңа конституцияның жобасы үлкен талқылау, халықтық талқылауға ұшырады деген сөз. Әркім өз пікірлерін айтқан болды, әртүрлі пікірлер болды. Соны арқылы толықтыру арқылы жаңа конституцияның нақты жобасы ұсынылып, халықтық кеше референдум қабылданған болады. Енді бұл жерде тағы да айтамын, қандай да болмасын, әр саланың өз мамандарынан түсінік алған жақсы. Жаңа айтып отқан тағы да қайтып отыр, ресми ақпараттарға сеніп, ресми ортада өзінің түсініктерін алған жақсы. Сонда ол бір жаңағыдай кәсіби, нақты түсінік алуға мүмкіндік болады. Өзіңізге негізінен жүгінген азаматтар болды ма осы жеке құқықтарын? Бұл жөнінде біздер енді мен қазіргі кезде осы жерде қатысып отырған адам құқықтары жөніндегі уәкілдің Атырау облысы өкілі ретінде біздің негізгі заңымыз адам құқықтары жөніндегі Қазақстан Республикасы адам құқықтары жөніндегі өкіл туралы конституциялық заң 2022 5 қарашада қабылданған болатын. Сол қабылданғаннан бері барлық өңірлерде адам құқықтары жөніндегі өкіл және барлық оның өкілдері жұмыс атқарады. Біз соның ішінде мен осы Атырау облысы бойынша өкілі болып қызмет атқарып жатырмын. Бізге осы адам құқықтарына қатысты барлық салалар бойынша әртүрлі жағдайда орталарда адамдар былай айтқанда жазбаша болсын, басқаша жаңағыдай электрондық тұрғыда болсын, өз өтініш шағымдарымен келетін жағдайлар бізде көптеп кездеседі. Өтініш арқылы сіздерге өтініш те арқылы болып кетеді. Біздер сонымен қатар енді адам жаңағы құқықтары жөніндегі өкілдің басты міндеті өзіне өзі қорғау мүмкіндігі шектеулі ортадағы азаматтардың құқықтан бостандықтарын қорғау және сақтау, соны ілгерілетуге көмектесу біздің жұмысымыз, негізгі бағыттар. Сол бағытта біздер жоспардан тыс осы саладағы мандаттық дейді мекемелерге бару арқылы, сонда арқылы болып жатқан адамдардың құқықтарын қорғалуына үнемі қадағалап отырамыз. Сонымен қатар біз тек қана енді өзіміз келген адамдармен арыз-шағым өтініштер или өздеріміздің жоспарымыз баруға емес, әлеуметтік желілерде болған әртүрлі жағдайларға байланысты біз монитор жүргізіп отырамыз. Соған қатысты да тиісті адамдар болып жатса, біз өз уақытында сол бойынша да біз өз жаңағыдай құқықтық түсіндіру немесе басқа да шаралар алу жөнінде де біз қай уақытта да өз жұмысымызда оны да монитор жүргізу арқылы біз зерделеп отырамыз. Басым көпшілігі қандай тақырыптармен және жас ерекшеліктері қанша? Бұл енді жаңа адам құқығы деген негізі адам өмірге шығып дүниеге келгеннен бастап пайда болады да, адам өмір бойы адам құқығы деген өзінің қасында серік болып жүретін құқықтардың бірі жататын. Адам құқықтар әртүрлі болады енді. Табиғи құқықтар деп болады, әлеуметтік құқықтар деген болады. Енді табиғи құқықтар өмір сүру құқығы, жұмыс жасау құқығы деген сияқты. Мысалы әлеуметтік құқықты бөліп айтатын болса, ол енді өмір сүру бағытындағы мемлекет пен адам арасындағы белгілі үніттерді айқындайтын ол құқықтарды әлеуметтік құқықтар деп мысалы айтайық. Белгілі бір жасқа 18 жасқа келгенде мысалы автомобиль жүргізу құқығына ие болады. Осындай құқықтарды әлеуметтік құқықтар дейміз. Сол сияқты бізге өкілдікке әртүрлі сала бойынша адам құқықтары әртүрлі сала қамтитын болғаннан кейін әртүрлі жағдайларда келеді. Бірақ ең басты көптеген арыз өтініштердің келетіні біз мына өзін-өзі қорғау мүмкіндігі шектеулі ортаны біздің тікелей қадағалауымызда болады дедім. Сол үшін өзін-өзі қорғау мүмкіндігі шектеулі
сот тергеуімен қамақта отырған, сот үкіміне байланысты өзінің жазасын өтеп жатқан, жазасы өтеу орындары, сол жерлерден көптеген біздер арыздар көбіне сол жағынан болады. Пайыздық есептікпен алғанда түскен арыздардың 45-40% мысалы сондай өзінің оқшаулау орталарынан түсетін болады бізге. Ол бойынша енді біздер өз әр арызың несі бойынша тиісті қарап, жауаптарын алып, шешімдерін беріп, заңға түсініктер беру жұмыстарын жүргіземіз. Нақтылап айтқанда әлеуметтік осы салаға байланысты шығарды, жұмыссыздыққа қатысты. Ол ондай салада, мысалы, жаңа айтқан әртүрлі, мысалы, біздің нелерде бар, мысалы, әлеуметтік салада арнаулы мекемелер болады, мысалы, әртүрлі, мысалы, интернаттар, мүгедектігі бар адамдар жөнінде орта, әртүрлі соларда бейімдеу орталықтары, солардағы адам құқықтары, сондай сияқты біз әртүрлі салада еңбек қатынастарына қатысты да көптеген өзінің шараларымен бізге жүгінген адамдар болды. Ол бойынша да шешімдер қабылданған болатын. Аудан бойынша барлық азаматтар сіздерге жүгіне алады? Осылай, біз енді жаңа облыс өкілдік Атырау облысы бойынша болғаннан кейін облыс көлеміндегі барлық нелер бойынша біз қабылдаймыз. Және де біз жаңа айтқандай жоспардан аудандарға да шығу арқылы біздер адамдарды жаңа мекемелерді қарау арқылы, адамдарды қабылдау арқылы үнемі осындай жұмыстар жүргізіп отырамыз. Онда тек қана осылай емес, біз осымен қатар орта жоғары оқу орындар студенттермен де көп жағдайда кездесіп, солар арасында да құқықтық сауаттылық ашу жағында шаралар өткіземіз. Ол студенттермен кездесу, ол дөңгелек стол атында лекция, семинар, сол типін сондай үлгіде барлық ортамен де араласамыз. Қазір адам құқықтары жөніндегі тағы да осы нені пайдаланып айта өтейін, адам құқықтары жөніндегі өкілдің тек қана біздер емес, біздің жанымыздан қоғам өкілдері де бар, құрылған. Эксперттік сараптамалық кеңес деген біздің жанымызда қоғамдық орта құрылған. Онда 2024 жылы құрылды. Онда мақсатымыз осы адам құқықтары жөніндегіні тек қана бір орган емес, соны қоғаммен бірге сол болып жатқан жайтты көру, сонымен қабылдау, тиісті сондай шешімдер алу. Оған біздер жаңа сараптамалық толқы осы өңірімізге белгілі салада кәсіби мамандықтары болған, елеулі еңбектері болған адамдар, үлкен еңбектері бар үлкен адамдармен жинақтадық. Сонымен қатар келесі бір жоба 2025 жыл бұл адам құқықтарына қатысты ортаға жастардың көзқарасымен қарау, жастарды тарту арқылы еркіндік рухы деген жастар қозғалысы біздің жанымыздан ашылды. Қазіргі сол бағытта біз жастар әртүрлі жастар ресурстары арқылы, басқа да арқылы осындай адам құқықтарына қатысты істеліп жатқан заңға қатысты, мысалы әртүрлі нелерге қатысты көптеген мысалы іс-шараларға қатысамыз. Енді жасыратын жоқ, көптеген мысалы заңдарға да өзгерістер енгізу. Бұрын біздің қазақи мысалы қылмыстық іс жүргізу не басқа да терминімізде болмаған, қазіргі кезде боулинг деген бар, әртүрлі салада мысалы дроп персу деген сияқты әртүрлі нелер қылмыстық жаңағы кейбір жағдайда біз осы уақыттарда біз жасы жетпеген, кәмелетке жетпеген мектеп оқушыларының арасында да барамыз. Көптеген жағдайда мысалы дроперсон қазіргі кезде әртүрлі жағдайға байланысты мысалы финанс қаржылық мысалы әрекеттері бар, қылмыстық белгілері бар, әртүрлі жағдай мысалы айтайық қазіргі кезде мысалы көп жағдайда мысалы қазір финансовый жағдайға қатысты, қаржылық сауаттылық ашу бағытында да көптеген жұмыстар. Неге десеңіз, соңғы мысалы 2025 жылы өзгерген болса, мысалы қазір жалпылама күнде біз бірімізге пайдаланатын мысалы банкоматтық мысалы карталарымыз бар ғой, соны мысалы біреуге пайда көру артында бергеннің өзі мысалы қылмыс болып есептеледі. Мысалы ондай жағдайлар қазіргі кезде қылмыстық белгілер бар, көптеген тіркеліп жатқан жағдайлар да бар, жасыратын емес. Бір адамның мысалы оның ішінде біздің жастарымыз соған белгілі көптеген мысалы былтырғы жылы салыстырғанда біздер қарағанымызда жасөспірімдер арасындағы қылмыстар өскен деңгейі байқалған біздің өңірлерде. Сонда осы зерделеп оны облыстық прокуратурада осы көп шара осы жөнінде де облыстық әкімдік жағынан құрылған комиссияда осы мәселелер неге өсу бағыттары қаралды. Сонда бір қаралған жағдай көп жағдайда қылмыстардың несі пайда көру бағытында болады. Мысалы қазір айда бір жерден бір жерге заттарды апарып тастау. Ол да мысалы кейбір жерде қазір айтамыз закладка деген түсінігіміз бар. Сондай арқылы мысалы ескі заттарын тасымалдау, пайдалану арқылы осындай жағдайда біздің жастарымыз да осындай тәсілдерді көп қолданады. Бір жерге апарып тастау арқылы, ақы беру арқылы оны мысалы атқарып жатқан жаңа біздің жастарымыз или басқа адамдарымыз оны әр жағында қандай екенін түсінбей апару мақсатында, пайда табу мақсатында барып қылмыстық жауапкершілікке тартылып жатқандар да бар. Осындайды болдырмау, соның біздің енді барлық құқық қорғау адам құқықтары болсын, біздің негізгі бір мақсатымыз адамды бір қылмыс үстінде жазалау емес, шама келсе соның алдын алу.
Алдын алу деген ол заңдарға осындай түсінік беру. Қандай жаман жат қылық, қылмыстық әрекет мынандай болған жағдайда ол жат қылық, қылмыстық әрекет болып саналады деп сол кезде ортаға түсіндіру. Сол бағытта біз әртүрлі шараларға қатысамыз. Сол ойымыз, мысалы жаңа айтқандай, тағы айтамын, қылмыс болып жазалау емес, соның алдын алу. Айтады, қазақ айтады, ауырғанша ауырмайтын жол ізде деп. Сол сияқты ол барлық бірінші тағы айтамын, мемлекеттік органдардың, барлық құқық органдардың ең басты міндеті ол халық сеніміне ие болу. Халық сеніміне ие болу деген сол жүйелі істеліп жатқан жұмыстарды сапалы қызмет көрсету, және де құқықты ақпаратты уақытында жеткізу, және соны тарату деп есептеймін. Ендеше осы сөзімізді қорытындылай келе, жалпы осы жаңа конституциядағы өзгерістер адамға қандай да бір сенім береді деп айта аламыз, иә? Енді қазір жаңа конституцияда мен әділетті Қазақстан құндылықтарымен, мысалы, заң мен тәртіп қағидаларын нығайтты. Мысалы, соның бірге азаматтық құқықтарын, бостандықтардың ең жоғары басымдықтарын нақты айқындап берді. Конституциялық соттың мысалы мәртебесі тәуелсіз мемлекеттік орган ретінде конституциялық бақылауды жүзеге асыратын болды. Қазіргі кезде енді әрбір қабылданған не болған, әрбір Қазақстан азаматы заңға қайшы нормаларға тікелей конституциялық тікелей шағымдана алатын мүмкіндікке ие болды. Сонымен қатар бұрын болмаған адвокатура мен заң көмегін көрсететін өзге де тұлғалардың құқықтық мәртебесі айқындалып, бұл конституциялық деңгейде бекітілді. Бұның өзі адам құқықтарын және қорғану құқықтарын көтеріліп өскенін қамтылғанын көрсетеді. Оның өзі бір енді басты бағыттарымыз жаңа айтып отырмын, заңдылық мен тәртіп жөнінде үлкен мәселе, үлкен конституциялық деңгейде көтерілді. Бұның өзі үлкен қоғамға да, жаңа айтып отқан жетістіктерге де үлкен себеп болатын сөз деп есептеймін. Ендеше бүгін уақытыңызды бөліп, арнайы біздің студиямызға келіп әңгімелескеніңізге алғысымызды білдіреміз. Рахмет.